Алтын деген кәсіпорын Қазақстанда өрт сөндіру жеңін шығаратын зауыт. Қазақстанда алғашқы зауыт. Енді біздің негізгі мақсатымыз Қазақстан өндірісіне деген өзіміздің үлесімізді қосу, өрт қауіпсіздік саласындағы өндірісті дамыту. Негізгі енді басты мақсатымыз Қазақстан елімізге және орталық Азия нарығына сапалы, бәсекеге қабілетті өрт сөндіру құралдарын, жабдықтарын жеткізу, сату және еліміздің деген қауіпсіздігіне үлес қосу. Мемлекеттік тарапынан енді жергілікті атқарушы органды алатын болсақ, мысалы біздің Ақтөбе облысының әкімі Асқар Шахаровтың көмегімен, енді ол кісі деген бізді қабылдап, тыңдап, өзінің ақылын беріп, енді біз сол кісімен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Бізге деген индустриялық зонадан 1 гектар жер бөлінді, СПК Ақтөбе. Біз деген тесттік кезеңде өзіміздің ауданымызда, өзіміздің ғимаратымызда жұмысымызды бастап кеттік. Енді болашақта толық қуаттылыққа шыққаннан кейін біз деген жаңағы индустриалдық зонада ғимаратымызды 1000 шаршы метр ауданында ғимарат саламыз, Құдай қаласа. Содан кейін жаңағы өзіміздің жабдықтарымызды көбейтеміз, өнімімізді көбейтеміз. Енді Ақтөбе өңіріне үлкен пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Біз деген адамдарды жұмысқа аламыз, жұмыспен қамтамасыз етеміз. Толық қуаттылыққа шыққан жағдайда 25-27 адамға дейін жоспарланып отыр адамдарды жұмысқа алуға. Салық төлемі көбейеді, қаладағы, облыстағы қызмет көрсететін логистика компаниялармен жұмыс істеп жатырмыз біз деген. Өңірге пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Өрт сөндіру жеңдері енді жіптен жасалады ғой. Жіпті тоқимыз, жеңнің қаңқасын жасаймыз, сосын гидрослой болады, енді ішкі слой деп айтады, суды өткізбейтін. Соны екеуін біріктіреміз, сосын вулканизация өткіземіз. Жаңағы ішкі қабат, ол деген жаңағы қаңқаға жабысады, сосын жинаймыз, маркировка жасаймыз, сонымен дайын өнім болады бізде.